Сәлем, бұл Miratrix. Сиквелдер жылы бітейін деп жатыр. Соны бітіру керек. Содан болар отанымыздың түпнұсқалы фильмдеріне бармай, мен Диснейге қайттан ақшамды апарып тастадым. Ана тәтеміздің сөзі қатты деген болар. 3-ші бағдарлама бойы соны айтып жатырмын. Қой, шолуға кірсейік. Бүгін Муфаса. Муфаса 2019 жылғы Арыстан патшаның приквелі, яғни түпнұсқада баяндалған оқиғаның алдында орын алған оқиға. Естеріңізге сала кетейін, 2019 жылғы Арыстан патша 1994 жылғы Арыстан патшаның лайф-экшн нұсқасы. Ал 1994 жылғы Арыстан патша ол негізі Шекспирдің Гамлетінің саваннада түсірілген нұсқасы. Ол туралы мына видеода айтқан болатынмын кезінде. Түсінгендеріңіздей, Муфасаның жас кезі көрерменге керек пе деген сұрақ туындайды. Әлде туынды бірінші бөлімнен 1,5 миллиард пайда тапқан студияға ғана керек пе? Муфасаның прокаттағы қазіргі көрсеткіштері онша емес, содан көрерменге аса қажеті болмады деп сол сұраққа жауап бере салуға болады. Дегенмен фильм жаман емес, өйткені оны мықты команда жасады негізі. Фильмнің басты мақтауға ие болған ерекшелігі визуалды эффектілер. Көптеген көрермендер керемет анимацияны атап өтті. Фильмнің режиссері Барри Дженкинс саваннаның атмосферасын қайта жасай алды және түпнұсқа фильмге қарағанда көбірек егжей-тегжей қосты. Әсіресе көрермендерді Муфасаның балалық шағы көрсетілген көріністер таңғалдырды. Олар табиғаттың сұлулығымен және есеюдің символизміне толы. Су, өсімдіктер, жануарлар соншалықты шынайы көрінеді, кейде Nat Geo деректі фильмін көріп отқандай боласың. Қызығы 5 жыл бұрын шыққан Арыстан патшаны Nat Geo Wildқа ұқсайды деп сынағандар көп еді. Қазіргі кезі жақсы, андай көздерін кішкене өзгерткен, кішкене эмоция қосқан, және де содан визуалды жағы мықты фильмнің деп айтуға болады. Дегенмен сендер фильмге сын айтылмайды деп ойламаңдар. Фильмді сынайтын да моменттер өте көп. Фильмге эмоциялық тереңдік жетіспейді. Муфасаның патша ретінде қалыптасуы, қиындықтармен күресі және өзін іздеу тарихын баяндауға тырысады. Приквелдің Муфасаның бейнесіне маңызды контекст қосатынын айтады. Егер түпнұсқалы фильмде Муфаса күш пен даналықтың бір батылдықтың жаңағы символы болса, бұл жерде Муфасаның қорқынышын, оның бір кішкене өзіне сенбеушілігін байқайсың. Содан көрермен үшін бұл әрине ұлы патшаның қалай қалыптасқаны туралы фильм қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ оның бір жаман жері бар. Бұл фильм приквел болған соң, мұнда бәрі түсінікті. Басты кейіпкердің аман қалатыны түсінікті. Оның өлімін біз 30 жыл бұрын көргенбіз. Біз танымайтын кейіпкерлер фильмнің соңына дейін жете алмайтынын түсінесің. Соңында қалып аларың, сен танитын кейіпкерлерің бір-бірімен қалай танысқанын білесің. Содан кішкене жаңағы Арыстан патшаның әлемі кеңейеді. Мыналар былай танысыпты ғой деп кішкене қызықты фактілер жинайсың өзіңе, бірақ ол үшін бөлек фильм түсіріп, әуре болып, сол керек педі, сондай мықты команда жинап деймін да. Қолыңнан келсе мен ұста, Терминал, 2-ші Часпиктің сценаристі, Сұлу мен Бүжай, Малефисентаның сценаристі, Геркулес пен Нотр-Дам сценаристі, Джокердің суретшісі, шынайы детективтің режиссері. Касты да бөлек атауға болады. Мысалы, өткен бөлімдерде кейіпкерлерге өз дауысын берген Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсеға биыл мысалы Матс Микельсон қосылды. Және Муфасаның тарихи маңыздылығы бар. Ол Блю Айви Картер, яғни Бейонседің қызының дубляжда, жалпы кинода дебюті болды Муфасада. Шыны керек, біз бұл дауыстардың бәрін естімейміз. Дегенмен, біздің дубляжда да таныс дауыстар жетіп жатыр. Нұрлан Абдуллин, Алишер Егембердиев, Динара Султан, Дулға Ақмолда, Абик Жексен, Джаманти. Біздің дубляждың жаңағы видеоларын, промо видеоларын қарасаң, араларында бір тусовка болып отқан сияқты. Сендерді білмеймін, мені қатты қызықтырады біздің дубляж негізі. Айтпақшы, Муфаса қыркүйекте қайтыс болған Джеймс Эрл Джонс деген әйгілі актерге арналады. Ол 1994 жылда, 2019 жылда Муфасаны дыбыстаған еді. Don't turn your back on me, Scar. I am your father. Фильмнің композиторы Дэйв Мецкер өте дарынды кісі, көптеген жасөспірімдерге арналған фильмдердің композиторы болған. Дегенмен, Муфасаға кішкене оның таланты жетпей қалды деп айтсам артық кетпеспін. Муфасада музыкалық фон қазіргі заманғы әуендермен ерекшеленеді. Бұл жас көрермендерге ұнайды әрине. Музыка фильмнің атмосферасын толықтырады, оған сөз жоқ. Нашар жасалған музыка емес, бірақ бұл жерде де сын айтылмай қалған жоқ. Фильмде
өкінішті ақ есте қалатын әндер жоқ. Әрине бұл кез келген жаңа фильмге айтылатын сын шығар, дегенмен Арыстан патшаның музыкалық деңгейі қойылған өте жоғары, өйткені кезінде Арыстан патшаға арнап жазған Элтон Джон мен Ханс Циммердің әндері мысалы мәңгілік хитке айналды, және оларға жету қиын әрине, бірақ солардың қасына тұрмасаң, сен бұл фильмге кіріспей-ақ қойсай деген сөз айтқым келеді, өзімше сынап қояйын ана кісіні. Қызықты факт, Элтон Джон мәнсабында 4 рет Оскарға үміткер болған, бірақ 2 номинациясын ұтылған еді. Элтон Джондай майталман кімге ұтылады екен деп тұрсыздар ма? Өзіне өз ұтылған. Өйткені 1995 жылы оның Арыстан патшаға жазған бірден 3 әні Оскарға үмітті еді, және біреуі жеңіске жетті. Музыка жақтан Муфаса өзінің ұлы аңызға айналған ағасына ешбір жаңалық алып келмейді. Сонымен қатар тарихқа да жаңа ешнәрсе алып келмеді. Сонысы кішкене жүректі ауыртатын зат. Әрине, фильмде әсерлі сахналар бар. Симба әлемін кеңейтеді. Алайда жұлдызды соғыстардың приквелі секілді оқиғаны төңкеріп, жаңа көзқарас сыйлайтындай күйде емес Муфаса. Маған ұнағаны кішкене жаңағы өгей әке 2 дейміз ба, Крестный отец 2. Сол фильмдегідей Муфасада Симбаның қазіргі кезде баласы туылады, және оның әкесінің жас кезі көрсетіледі. Кішкене Муфасаның бірінші фильмде айтып кеткен жаңағы өмір шеңберін әдемі бір сипаттаған сияқты да, сонысы қатты ұнады маған мысалы өз басыма. Қорытындыласақ, Муфаса Арыстан патша әртүрлі сезімдер тудыратын фильм. Ол визуалды тұрғыдан таңғалдырады, бірақ оның сюжеті мен музыкалық жағы әлде күмән қалдырады. Ол түпнұсқа сияқты классикаға айнала ма? Мұны уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық, фильм көшбасшы болудың не екенін және табысқа жету жолындағы қиындықтардың маңыздылығы жайлы ойландырады. Жалпы отбасымен барып бір көріп қайтатын, бір кішкене сергіп алатын фильм. Ол туралы өзіңіз не ойлайсыз, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, және жақсы кино көріңіздер. Келесі көріскенше.